Сәлем достар, біз бүгін жұмсақ тәтті булочка жасаймыз. Ол үшін заттарымызды өлшеп дайындап аламыз. Енді өлшенген заттарымызды кезек-кезегімен бір-біріне қосып жұмсақ қамыр елейміз. Біз осы кезде жарты шай қасық содаға жарты шай қасық 70% уксусты қосып араластырамыз. Жақсылап қоспамызды араластырып, осы қоспамызға өлшеп алған ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Жиырма 25 грамм 60% сары майымызды қосамыз. Және де жарты шай қасық 70% уксусқа жарты шай қасық су қосып араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 3 сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырымызды майда бөліктерге бөліп алып, булочканың формасын жасаймыз. Қоспасына Қазақстан шоколадын және Сникерс шоколадын салып, осылай түйіп, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 25 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің жұмсақ булочкамыз пісті. Жасап көріңіздер.